Ұлықпан мен Әзірейіл. Бірде Ұлықпан хәкім жолда бір аттылы кісіге кез болды. Екеуі бірге әңгімелесіп, бір ауылдың шетіне елінді. Күн кешкіріп қалған кез екен. Ауыл іргесінде бір топ бала ойнап жүрді. Бір кезде олардың ішіндегі ересектеу біреуі жастауын байқамай ұрып, өлтіріп қояды. Өлген баланың шешесі қарғанып, ойбай көктүнек, жалғызымның түбіне жеттің-ау деп, еңіреп әлгі баланы желкесінен келсаппен түйіп қалады. Соққы қара құсқа тиіп, бала сол мезетте жан тапсырады. Оны көріп екінші баланың әкесі жетіп келеді. Ақылын ашу-ыза билеп кемпірді сойылмен соғып мерт қылады. Осылайша 5 ауым уақыттың ішінде 4-5 адам қаза тапты. Мына оқиғадан Ұлықпанның жаны түршікті. Бұрылып серігіне қараса, ол селт етпестен көз алмай қарап тұр екен. Ау ағатай, жазықсыз жандар шыбындай қырылды ғой, бұл не сұмдық? Барып ажыратпаймыз ба деп атын тебіне бергенде, әлгі кісі қолынан ұстап, үндемей тыныш тұр, мұның бәрін жасап жатқан мен деді. Ұлықпан оның Әзірейіл періште екенін сол кезде бірақ білді. Бұлай шыға бере: «Уа Әзірейіл, әп-сәтте бірнеше адамды бақиға аттандырдық. Менің қанша жыл ғұмырым қалды, айта аласың ба?» деп сұрады. «Үйленіп некеңді қидырған күннің ертеңіне дәуренің бітеді. Ажалды шымылдықта күтіп алуға қамдана бер» деп атын қамшылап кетіп қалады. Ұлықпан әлі үйленбеген бозбала жігіт еді. Сол күннен бастап Ұлықпанның ішкені ірің, жегені желім болды. Уайымнан жағы суалып, жүзі қуарып жүдеп кетті. Ауыл-ауылдар алап, үйленген күннің ертеңіне өлетін адамға кім тұрмысқа шығады деп сұрайды екен. Мұны естіген қызы бар адамдар: «Мына неменің есі дұрыс емес шығар, үйленбей жатып көктей солатын жігітке кім қызын береді?» деп сөгеді екен. Бір күні ажалға да айла табатын ақылды бір қыз Ұлықпанға тұрмысқа шығуға келісім береді. Екеуі отау құрып шаңырақ көтереді. Неке түні келіншегі: «Ертең періште жаныңды алуға келгенде, сен оған: екеуміз сапарлас болып едік. Жолаушының жол ақысы деген бар, сол ақымды қайтар де. Сонда ол тілегіңді айт дер. Сен Құдайдан 1000 жыл ғұмыр алып бер» деп қолқа сал деді. Таң атпай Әзірейілде келіп жетті. «Ұлықпан, дәм-тұзың таусылды, кеудеңдегі жан аманатты тапсыр» деді. Ұлықпан: «Әй Әзірейіл, екеуміз сапарлас болып едік. Менің жолаушылық ақымды бер» деді. Әзірейіл: «Уақытың тым аз, тез айт» деді. «Маған ұлық Алладан 1000 жыл ғұмыр сұрап алып бер, әйтпесе жол ақымды ақиретте сұрап жағаңа жабысамын» деді. Әзірейіл мына сөзді естігенде сілейіп тұрып қалды. Сосын Алладан: «Я Алла, Ұлықпан менен жолаушылық ақымды бер» дейді. Ақысына 1000 жыл ғұмыр тілейді. «Не істейін?» деді. «Пендемнің өлетінін айтпауың керек еді». Ол қайғырып, уайымға салынды. Оның жол ақысын талап етіп, қолқа салуы орынды. Әділдік заңы бойынша оның ақысын толтырып беруге міндеттіміз. Мен жомарт Құдаймын, сұраған 1000 жыл ғұмырын бердім» деді Алла тағала. Ақылды әйелінің арқасында Ұлықпан 1000 жасаған екен. Қапияда қатын ақыл табады деген сөз осыдан қалған екен. Тыңдағандарыңызға рахмет.
Біздің каналымыз ұнаса, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Каналға тіркеле кетіңіздер.